малы есептеледі. Үшіншісі, спорттық жарыстарға шектеу қойылады, яғни балалар мысалы 13 жастан бастап боксқа қатыса алмайды, 12 жастан бастап дзюдоға қатысады. Осындай ММА-ге 17 жастан бастап қатысады деген секілді. Одан кейін ChatGPT плюс қымбаттайды енді елде, және ақш Қазақстанға жаңа жоғарыда айтқандай тауар дедік, сол тауарлардың баж салығы қымбаттайды. Сол одан кейінгі мәселе қандай? Тамызда бастап тағы не өзгереді? Айтпақшы, газ баллондар бар, оны үйдегі кәсіпкерлік нысандардағы, дүкен, мейрамханаларда соларды кодпен белгілеу, яғни сол есепке санаққа алу жүргізіледі. Сол осындай тамыздан бастап Қазақстанда жаңалықтар бар, өзгерістер, тағы да басқа жайттар өзгереді. Басқа өзгерістер әзірге белгісіз, бірақ дегенмен біртіндеп осындай өзгерістер болады. Тамызда